Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Күнделікті ерекше және жеңіл рецептермен бөлісетін боламын. Бүгін сіздермен ерекше дәмді гнездо салатын дайындайтын боламыз. Алдымен бізге керегі картоп. Картопымызды осылай ұзынша етіп, теркімізден жақсылап өткізіп аламыз. Дайын картопымыздың үстіне салқын су құйып, жақсылап жуып аламыз. Кейін осындай полотенценің үстіне картопымызды сығып, кептіретін боламыз. Майымызды алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майда жаңағы картопымызды қуырып аламыз. Сарғыш түс болғанша қуыратын боламыз. Мен аздап күйдіріп алдым. Картопымыз дайын. Енді құрамына келсек. Менде көрені колбаса, жіңішке ұзынша етіп осылай турап аламыз. Қиярымызды да бірдей формада турайтын боламыз. Кейін бір банка кукурузымызды саламыз. Кейін жұмыртқамызды қосатын боламыз. Үстіне майонезімізді қосамыз. Майонез қаламасаңыздар, сметанаға тұз, чеснок қосып қоссаңыз болады. Біздің өте оңай, жеңіл салатымыз дайын болды. Жасап көріңіз, әрбір қонағыңызға ұнайтынына сенімдімін. Кейін осындай тәрелкімізге салып, жаңа қуырылған картопымызды үстіне салатын боламыз. Қыздар, жасап көріңіздер, өте дәмді. Әсіресе осындай әдемі түрімен дастарханыңыздың сәнін ерекше келтіретін болады. Дәміне енді сөз жоқ. Жасап көріңіздер, төменге комментарияға бөлісіңіздер, лайк баса кетіңіз. Каналыма жазылып, осы әдемі рецептермен достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.